телефон шұқылауға мен өзім қатты қарсымын. Мектептерімізде шектеу кірген жерде алып қалады. Қайтып жатқанда беріп жүреміз телефондарын. Телефон баланың ойын бұзып жатыр да қазіргі уақытта. Бір белгіленген бір шекленген бір модарда шұқылау керек деп ойлаймын балалар. Өзіміздің мектептің учебный центрдің балалардың телефонын просто сұрап бір статистикасын көрейік деп бізде өздеріміз анализ істедік. 9 май күні таярлыққа қатынап жүрген бала 13 сағат телефон шұқылағанда бір күнде демалыс болған. 13 сағат телефон шұқылаған. Басқа балалар таярлық күндері 5 сағат, 4 сағат, 6 сағатлап шұқылаған балалар бар да. Ол таярлыққа қатынап жүрген бала, таярлыққа қатынамай жүрген бала ол 10 сағаттан көп уақытын кетіп жатыр да. Балаларды ата-аналармен бірлескен қалда шектеуіміз керек телефоннан, іләжі барынша. Бұны қандай шектейміз? Біздердің жас кезімізде, біздердің реал өмірімізде ата-аналарымыз басқара алмайтын еді. Мысалы, мен жас кезімде білемін, үйден шығып кететін ек, содан кеште келетін ек. Реал өмірімізде қадағалау жоқ еді да. Қазіргі балаларды реал өмірін қадағалап жатырмыз. Азанда оқуға баруын, мысалға мен учебный центрім мектептерімізде алдына машина әкеп тастап кетеді, обратно өзі келе алмаса таксиге мінгізіп жібереміз. Сөйтіп үйіне барып, ауқатланып, реал өмірін қадағалап жатырмыз да балалардың.